колесами так сам не буксуй. Лопата, да, упри. О, пошла. Там таких, короче, примерно 9 котлованов. Че там, Радик? Салам подписчикам. Былай кіріп, былай төгеді ғой. Сол кезде қисық болмау керек та ана жер. Кішкене ары қарай қисық болса, КамАЗ ары қарай аударылып кетуі мүмкін да. Осы кісіге разымын айтар. Аман болсын. О, өте жақсы, тамаша. Контент казахский или русский, вот. А может я смешанно буду вести, если одинаковое количество. Я должен определить. Пишите, так что снизу. Қанша менде қазақ жазылмандар көп па, жоқ орыс жазылмандарым көп па, соны маған анықтауым керек болып тұр. Сондықтан астыға қазақ жазылман болсаңыз, қазақша жазыңыз пікірлеріңізді, орыс жазылман болсаңыз, орысша жазыңыз. Так, сонымен жұмыстар істеліп жатыр. Енді біз мына жерге отырып, кішкене жел соғып отырса, желді қалқалап тұрады кішкене каток. Жазылмандармен өзімді түсіндіріп кетейін деп отырмын. Алдындағы видео жайлы, алдында видео бізде әлеуметтік сұрақ жайлы. Әлеуметтік сұрақ жүргізіп едім ғой. Сондағы ол мына жерде көп адамдар блогерларды жаңа кінәлап кетті да. Біз тек қана жай қарапайым блогерміз ғой. Мысалы біздікі оппозициялық арна емес, бұл жеке арна. Бұл жерде енді кім не түсіргісі келеді, өзі біледі ғой енді. Ал мысалы өкіметке қарсы, мысалы бірдеңке жаңағы айтайын десең, жаңағы тіл мәселе жайында, дүнгендер жайында бір ауыз сөз айтайын дегенде, айтқанда оған не кішкене батылдылығым жетпейді, шыны керек. Мына мысалы менің арнамдағы ең алғашқы, ең басты тақырып ол арнайы техникалар. Менің аккаунтымдағы бұрыннан бері көріп келе жатқан жазылмандарын біледі оны. Мысалы өзі қазақша тілде сөйлемейді деп неше түрлі пікірлер жазылып отыр астында. Оған жоқ, мен былай жауап беремін, мен толық жақсы, таза қазақ тілінде сөйлей аламын және істей аламын. Мен өзімнің жазылмандарым арасында қанша қазақ тілдес жазылмандар бар, соны білмеймін ғой. Қанша орыс тілдес жазылмандар. Соны үнемі астыларыңа пікірлеріңді жазып тұрсаңдар, қазақ тілінде не болмаса орыс тілдерінде. Содан мен білем да, қанша менде қазақ жазылмандар көп па, жоқ орыс жазылмандарым көп па, соны маған анықтауым керек болып тұр. Сондықтан астыға қазақ жазылман болсаңыз, қазақша жазыңыз пікірлеріңізді, орыс жазылман болсаңыз, орысша жазыңыз. Енді орыстарға кішкене түсінбейтін орыстар болса, орыс тілдес елдер болса, вот специально для русскоговорящих говорю, я сейчас хочу определить, сколько у меня на канале подписчиков. То есть не сколько, а сколько, какое количество подписчиков русскоговорящих и какое количество казахоговорящих подписчиков. Я должен определить для себя, так как я блогер. И как и блогер, я же не могу уже социальные проблемы там говорить. У меня же аккаунт не оппозиционный какая-нибудь или не скрытый аккаунт этот. Это открытый аккаунт, если знаете. И у меня основная тема это вот спецтехники на моем канале. И спасибо вам за то, что подписались ко мне на канал. И пишите пожелания, мнения. Все пишите, я все это учитываю. Ну, конечно, в предыдущем видео очень много писали. Я вот это все не мог прочитать, слишком много комментариев. Но вы под этим видео напишите свои комментарии вот снизу. Я буду все за и против сопоставлять и
буду, не знаю, выбрать вот какой контент, казахский или русский. Вот. А может я смешанно буду вести, если одинаковое количество. Я должен определить. Пишите, так что снизу. Все, спасибо. Вот это и я хотел сказать. Так, теперь давайте коротко немного объясню. Вот котлован разрабатываем. Тут большой, вот там. Вот это. Ну они глубокие, очень глубокие. Тут глубина, короче. Глубина 4 метра. И потом до нуля его копаем. Потом берем обратно глину сцепим. Он спрессованный такие кусками, вот видите. Сыпем катком давим его. Так. И сыпем щебень, катком давим, а потом берем еще раз глину. И так слой. И вот видите, да, до какой высоты? 2 метра обратно закапывается. До отвала вот дорогу распланировал, почистил от грязи и снега. Так, для чего это делали? Ночью снег был, вот это все снегом завалило, и тут грязь. Он сейчас вот закончил, возвращается. Сейчас мы его поставим на тот котлован. Так, вот здесь кучу вот собирают вот внутри. То есть вот эту кучу, вот так же как вот этот слой, будут туда засыпать его, а потом катком его трамбовать будут. Так, сейчас вот здесь завалилось. Так, Радик, что у тебя? Ты вот здесь вот докончи, вот потом доделаешь, короче. Возьми, помоги вот сюда с отвалом, отвал сделай. Окей? Все, давай. Так, Радик должен был вот здесь дорогу провести до отвала. И вот здесь вот это место вот начать копать. То есть верхний слой сперва убирать. То есть на отвал. А потом вот нижний слой. Для этого он должен был КамАЗ один забрать, потому что уже внизу второму КамАЗу уже тесно там внизу. Так, сейчас он здесь подправит. И второй КамАЗ, вот один КамАЗ вот ему отдадим, он когда дорогу доделает, и начнет там копать. Я думаю, для низа вот одного КамАЗа будет достаточно, потому что там уже тесно. И вот ошибка многих людей, вот когда вот экскаваторам задачу дают, начнут подетально вот каждый кучу, этот тяни, этот толкай, короче. Нет, не надо. Экскаваторщикам надо вот в целом вот задачу объяснить, что нужно под конец, чтобы получилось, какой результат. И все, он пусть по-своему делает, учится, короче, заодно он будет учиться. И вот с другой стороны, когда вот им начинаем вот эту кучу вот подтяни, это толкни, это туда, в общем, когда так начинаем говорить, это же все, сколько времени, сколько сил и нервов, сколько надо для этого. Так, Радик жарайсың, қолынан бірдеңке келеді екен. Так. Енді ең бастысы мына жерде мына жаңағы атвалымыз, мына КамАЗ бүйтіп барып, былай кіріп, былай төгеді ғой. Сол кезде мына қисық болмау керек та, мына жер. Кішкене ары қарай қисық болса, КамАЗ ары қарай аударылып кетуі мүмкін да. Сондай жағдайда біз
сондай жағдайды келтірмеуіміз керек та, осындай жағдай болмау керек. Әйтеуір жұмысымыз әйтеуір ақырындап жүріп жатыр. Енді мұнда тағы да бір қосып айтып кетейін деген мәселе, мына қыс мезгілінде енді мына арнайы техникалармен жұмыс істеу өте қиын. Өткені табиғат жағдайында қазір біреу қоңырау шалып кетті ғой маған. Радик, этот, так, закончил, да, почти что? Теперь тебе надо колесами укатать вот это все примерно. Так, все, укатал, Радик. Все, оставляй, пойдет. Дорогу добивай. Сейчас КамАЗ мына жерге грунтын аударсын. Қазір көреміз қалай болған. Шыға ала ма, мына жер мыжылып батып кетуі мүмкін, шыға алмай қалуы да мүмкін. Қазір көреміз. Так, қисық кетті, шетіне қарай кетіп бара жатыр. Ар жағын көріп, ох, ана, молодец ет. Блин, Аділхан аға, молодец. Осы кісіге разымын айтар. Аман болсын. О, өте жақсы, тамаша. Болды енді аудара береді, қисық емес. Кішкене қисықтау, бірақ ол қорқынышты емес. Міне өстіп ары қарай өстіп аударып ие береді. Бұлай ақырындап ие береді. Оған дейін қазір бұяқ тағы да иеледі. Мына жаққа да атвал жасап кішкене. Енді тағы да түсіндіріп айтып кетейін. Бұны не себептен бұл жаққа үйіп жатырмыз? Мысалы, ар жақтан котлованда қазып жатырық, мысалы. Сондай нольға дейін қазамыз. Қазғаннан кейін оны шебенмен, глинамен қайтадан араластырып отырып, 2 метрдей, 2 метр. Соған сеуіп, 2 метрдей. Катокпен трамбовать етіп отырып, сеуіп отырамыз. Сондықтан, мына бір котлованың ішінде себу үшін біз алысқа, атвалға тасымай, осының ішінде үйеміз деп шештік. Айбол қиналып жатыр, жаңа ғана бергі жағы дөңгелек кіріп кетті. Енді дұрыс болды ғой деймін. Бер жағы мұжылып кетіп жатыр, өйткені бос жер. Мына айбол мына жерге дейін келді. Бер жағы көрдіңіз ба, батып кетті мұны. Чұңқыр болып құлап, мына жағы жоғар, мына жағы төмен болып етіп қисайып қалды КамАЗ. Сондай кезде төгуге болмайды. КамАЗ көтеріп атқан кезде көзіртті. Өздеріңіз білгендей, білмейтін адамдар бар шығар, жанына қарай КамАЗ құлайды, құлап кетуі мүмкін, қаупі бар. Негізі бәріне разымын, қуандыққа да разымын. Қуандық істеген жерлерге бір сүйсінесің ғой. Бәрін, четін, мысалы астын, бәрін теп-тегіс қылып, бір қолмен жалатқандай қылып істейді да. Қуандық қалай сүйсінбейсің ондай жұмыстарға. Так, КамАЗ атвалдың жанында. Мына жерге апарып черножамға төгу керек еді. Мына жерге бірақ тығылып қалды балшыққа. Қазір. Радик, ты колесами так сам не буксуй. Лопата, да, упри. О, пошла. Давай еще.
мучение бар ғой, мучение. Қазір бұны бір КамАЗды білмеймін не істейміз. Мынаны жолды до конца қайтадан аштыру керек мынаның бәрін. Ал болмайды екен. Мына жақтардан ашқан жерлерден оңай өтіп кетті. Экскаватордың өз тығылып жүр ғой. Во, кетті. Ра. Ар жаққа қайтан тығылды. Қазір итеріп шығар жергеннен кейін мына жақты полный алдыру керек. Давай. Атвалға дейін итеріп баратын болды ғой. Радик, в общем, тебе надо дорогу полную снять надо. А то этот бесполезно то. Так, мына Радик тазалап бастады мына жерді. Мынадан ұзынан аяғына дейін. Енді ауа райы дұрыс болып ертең ештеңе жаумаса, кішкене сол осы жолдың арқасында біраз жұмыс істеп алатын. Әйтпесе, жұмыс жөнді өнбей жатыр. Сөйтіп бір амалдарын табу керек. Мынау кузовқа топырақ үйіліп қалады, жабысып. Соны өстіп экскаватормен тазалап тұру керек бұлай. Ашып. Көрдіңіздер ме, астына кәдімгідей топырақ үйіледі. Ой, бұндай жұмыстарды қыста өндіру өте қиын негізі. Елдер крутой, котлованға Геленвагенмен түсіп кетеді. Сендер Гулянкаға барып жүрсеңдер Геленваген. Міне елдер Геленвагенмен котлованға түсіп кетеді. Аяғым балшық қылмайын деген ғой. Так, қайда өзі? Мұнда жүр жігіттер. Мынаның бәрі бітіп қалды уже. Мына жер қалды. В принципе, мына жақтарға үйіп тастады уже екінші котлованғаш. И еще атвалға мына жақтан төбе жақты қаза берсе болады. Сырттан атвалға апарып төксе, оны ашып тастады. Негізі екі экскаватор қойған вообще очень эффективно, оказывается. Прям результат кәдімгідей разница береді екен, чем погрузчик. Содан кейін котлованның тереңдігі кәдімгідей терең екен де. Мынау где-то бір 4 метр или 4,5 метр примерно получилось. Так, все по плану идет.
жарайды енді бүгінше осы мына не телефонымда телефонның қуаты отырып бара жатыр. Сол қош сау болыңыздар, лайк басыңыздар, астына пікір жазыңыздар, жаңағы айтқандай. Осындай бұдан да қызықты материалдар түсірем, жақсы камераларға түсірем. Жаңағы алдындағыдай соцопрос жүргіз десеңіздер, сондай да жүргізем мысалы. Сіздер подписчиктерім үшін бәрі, подписчиктер үшін Жампида ғой.